Сәлем достар, бүгін сіздермен шайға тәтті пирог дайындайтын боламыз. Дайындау жолы оңай және тез, рецептпен бөлісемін. Құрамына қажетті бізге ұн, сары май, 2 жұмыртқа, қант және де қопсытқыш, яғни разрыхлитель. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, үстінен қант қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қатып тұрған сары майды теркадан өткізетін боламыз. Терка сізге ыңғайсыз болып жатқан жағдайда сары майды кішкене 4 пішті бөліктерге ұнтақтап алуымызға болады. Келесі кезекте осы сары майымызды жұмыртқаның үстіне қосатын боламыз және де осылай араластырып аламыз. Ұнымызды елеткіштен өткізіп қосатын боламыз. Және үстінен қопсытқышты, яғни разрыхлительді қосып араластыратын боламыз. Мінекей, осындай жұмсақ қамырымыз дайын болды. Қолдарыңызға қамыр жабысып жатса, тағы да ұн қосуыңызға болады. Енді осы қамырымызды пищевой пленкаге ораймыз, немесе пакетімізге салып, 30 минуттай тоңазытқышқа сала тұрамыз. Осы уақытта тәтті пирогымызды пісіретін противеньге сұйық май құйып, жан-жағына жағып шығамыз. Бұл біздің пирогымыз пісіп болғаннан кейін оңай шығарып алу үшін қажет. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, кішкене қатқаннан соң, бір жағын көптеу, бір жағын кішкене аздау қылдырып бөліп аламыз. Дөңгелекше қылып, оқтаумен жаямыз. Бұл біздің пирогымыздың астыңғы жағына кететін бөлігі. Ендігі кезекте қамырдың көп бөлігін алып, қамырды өте қатты жұқартпаймыз. Қалыңдығы шамамен 5-6 мм болуы қажет. 1-2 рет оқтаумен өтіп шығуыңызға болады және қамырды содан соң противеньнің ішіне салып, жан-жағына бортиктер шығаратын боламыз. Ал қоспасына келетін болсақ, қоспасын әртүрлі қылып жасауға болады. Мен секілді варенье салуыңызға болады. Менде абрикостан варенье. Немесе магазинда сатылатын джемдерді де алып қосуыңызға болады. Және мұздатқышыңызда қатырылған жидектер болса, оны да қосуыңызға болады. Енді пирогтың бетін әрлейтін боламыз. Қамырдың алып қойған екінші бөлігін теркадан өткізіп, пирогтың бетіне сеуіп шықтым. Әдемілеудің екінші тәсілі бұл осы қамырды дөңгелекше қылып жайып, ұзынша полоскаларға кесіп шығып, қамырдың ұзынша полоскаларын корзинаның узоры ретінде әрлендіруге болады. Тәтті пирогты қызып тұрған духовкада 190 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Пирогтың беті қызарғаннан соң пешімізден шығарып, кішкене суытып аламыз. Шайларыңызды қоя беріңіздер, тәтті пирогымыз дайын болды. Менің рецептерім ұнап жатса, міндетті түрде бағалап кетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар, себебі алдағы уақытта неше түрлі қызықты видеолар салатын боламын. Және парақшама кіріп, тағы да басқа дәмді тағамдардың рецептін парақшамнан көре аласыздар. Қарағандарыңызға көп рахмет, отбасыларыңызды осылай қуанта беріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.